لابد أننا في رمضان نتفرغ للطاعة، نتفرغ لعبادة الله. Biz mіндетті түрде Рамазан айында өзімізді Аллахқа құлшылық етуге бағыштауымыз керек. فرصة عظيمة. Бұл өте ұлы мүмкіндік. كثير من الناس قد لا يقرأ القرآن إلا في رمضان. Көптеген адамдар Құранды тек Рамазанда ғана оқиды. لا يصلي إلا في رمضان. Намазды да тек Рамазан айында ғана оқиды. لا يقوم الليل إلا في رمضان. Тек Рамазан айында ғана түнде тұрып намаз оқиды. لا يدعو إلا في رمضان. Рамазаннан басқа кезде дұға етпейді. لا يتصدق إلا في رمضان. Рамазаннан басқа кезде садақа бермейді. لا يفكر في تقوى الله إلا في رمضان. Рамазан айында ғана олар тақуалық туралы ойлайды. إذا فرصة عظيمة رمضان. Демек, осы Рамазан айы мұсылман адам үшін ұлы мүмкіндік. نعود إلى الله نتوب. Аллахқа қайту үшін, тәубе ету үшін. كما أن الله سبحانه وتعالى هيأ لنا هذه الفرص العظيمة في رمضان. Алла тағала бізге осы Рамазандағы ұлы мүмкіндікті жасап бергендей, في أعداء ما يريد أن تصنع شيء في رمضان من العبادات. тура сол сияқты исламның дұшпандары мұсылмандардың осы Рамазан айында ғибадаттан еш нәрсе істемеуін қалайды, соған ұмтылады. ولهذا هؤلاء الشياطين يجتهدوا في رمضان. Сондықтан да бұл шайтандар дәл осы Рамазан айында өте ынталы, жігерлі болады. حتى يفسدوا عليك الصيام. Тіпті олар сенің оразаңды бұзғысы келеді. حتى لا تصوم. Тіпті ол сенің ораза тіпті ұстамауыңды қалайды. ولا تصلي ولا تقوم. Тіпті намаз да оқымауыңды, түнде де тұрмауыңды. ولا تدعو. Тіпті дұға да етпеуіңді. ولا تتصدق. және садақа да бермеуіңді. ولا تنظر إلى الفقراء. және кедейлерге қарамауыңды. يعني لا تقوى. яғни олар сенен тақуалықтың болмауын қалайды. الصيام شرع لنا حتى نتقي الله سبحانه وتعالى. Ораза бізге мұсылмандарға біз Аллахтан қорқуымыз үшін, тақуа болуымыз үшін шариғат етілді. تضيق مجرى الشيطان. яғни біздің денеміздегі, бойымыздағы шайтан жүретін жолдарды тарайту үшін. قل اللهم عني على الصيام والقيام. Сондықтан да Аллах маған ораза ұстауды және түнде тұрып намаз оқуды жеңіл ете көр, маған осыда көмектесе көр деп дұға ету керек. وابعد عني الشياطين. және бізден шайтандарды алыстата көр деп.